Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырып Паскаль бағдарламалау тіліндегі while циклдық операторы. Сонымен бастаймыз. While циклы Паскаль бағдарламалау тіліндегі негізгі циклдардың бірі болып табылады. Жалпы теориялық тұрғыдан алғанда while циклын алғы шартты қайталау операторы деп атайды. Олай айтылу себебі циклдың денесі орындалмастан бұрын бізде шарт тексеріледі. Егер сол шартымыз жалған ақиқат болатын болса, циклдың денесі орындалады. Ал жалған болатын болса, циклдың денесі бірде-бір рет орындалмайды. Міне, while циклінің осындай бір қасиеті бар. Осы қасиетін біз бағдарламада өзіміздің жақсы мақсаттарымызға пайдалануымызға болады. Жалпы теориялық тұрғыдан осында. Енді оның синтаксистік түріне келетін болсақ, жалпы while циклі қалай ұйымдастырылады, оның жазылу үлгісі қандай, соған тоқталсақ. Жалпы while циклі while кілттік сөзі арқылы жазылады. Одан кейін барып шарт кетеді. Циклдің орындалу немесе орындалмау шарты. Одан кейін барып do қызметші сөзі, кілттік сөзі. Одан кейін барып цикл денесі кетеді. Яғни цикл денесі деп жатқанымыз қайталанатын іс-әрекеттер осы цикл денесінде көрсетіледі. Демек, осы цикл денесінің орындалуы немесе орындалмауы мына жердегі шартқа байланысты. Егер бұл шартымыз ақиқат болатын болса, мына жерде цикл денесі орындалады. Ал егер мына шартымыз жалған болатын болса, мына жерде цикл денесі бірде-бір рет орындалмауы мүмкін. Әрине, бұл жерде алғы шартты қайталау операторы деген сөз, шартымыз бұл жерде циклдың басында тексеріледі. Яғни циклдың басында біздің шартымыз тексеріледі. Ал одан кейін орындалатын іс-әрекеттердің бәрі осы шартқа негізінен байланысты болады. Тағы да мынаған мән беріңіздер мына жазуға. Егер цикл денесі бірнеше оператордан тұрса, оларды begin end сөздерінің арасынан жазу керек. Жалпы бұлар жайлы мен көп айтып келіп жатырмын, шартты оператордан бастап. Циклдарға келгенде де осы жағдайларды ескерген жөн. Жалпы while циклы теориялық тұрғыдан осындай. Алдағы уақытта біз сіздермен бірге нақты бір мысалды қарастыратын боламыз while циклімен. Оның жұмыс принципімен біз танысып көрейік. Әрине бір нақты бір мысал келтіру арқылы. Мысал үшін бізге мынандай бір мысал есеп берілген болсын. 1-ден n-ге дейінгі сандардың қосындысын есептеу. Жалпы математикалық тілде бұны факториал дейді. Енді осының бағдарламасын біз осы while циклі арқылы құрып көрейік. Демек, бізде көріп тұрғандарыңыздай 3 айнымалы бар. И цикл санағышы, көп деген айнымалы, көбейту деген сөз, яғни көбейтінді деген сөз, ал n деген санды біз n деген айнымалы арқылы сипаттап алдық. Жалпы негізінен for циклі арқылы жасалған іс-әрекеттерді while циклімен де жасауға болады. Әрине, мына есептің жауабын негізінен for циклімен шығарған әлдеқайда тиімді болады. Алайда бүгінгі тақырып мына while циклына байланысты болғандықтан осы процесстерді while циклында көрсетіп кеткенді жөн көрдік. Себебі for циклындағы істеуге болатын нәрселердің бәрін, жалпы іс-әрекеттердің бәрін while циклімен де жасауға болады. Демек, сонымен бізде есептің бағдарламасы қандай болады енді? Біз көріп тұрғандарыңыздай, мына бағдарламаның мен бөлігін дайындап қойдым. Ең алдымен біз мынау n айнымалысын біз клавиатурадан енгізіп аламыз. Сонымен бізде while циклі кетеді. While циклі, while кілттік сөзі арқылы. Енді бұл жерде екінші шарт кетеді. Шартымыз біздің қандай болады? Яғни цикл санағышымыз n-ге дейін айналады. Демек, n-ге жеткенше. Естеріңізде болса, for циклында біз for циклін түсіндірген кезде мына бір жасырын іс-әрекет туралы айтқан болатынбыз. For циклінің параметрінде осындай бір жасырын бір шарт бар деп айтқан болатынбыз. Міне сол шартымыз біздің while циклында көрсетіледі. Одан кейін барып do кілттік қызметші сөзі, ал одан кейін барып бізде мынандай бағдарламалық код жазылады. Яғни көбейтінді көбейтілген цикл санағышы. Ал одан кейін барып біз цикл санағышын бағдарламада біз while циклінің жұмыс істеу үшін деп айтпай ақ қойайықшы, while циклді тоқтау үшін, яғни циклдің жұмысы тоқтау үшін цикл санағышын біз бірге арттырып отыруымыз керек.
Егер бұл цикл санағышын біз бағдарламада өзіміз арттырып отырмасақ, while циклы жалпы қалай деп түсіндірсем болады сіздерге, негізінен циклдену деген процесс жүреді. Циклдену деген сөз, мынау циклдің денесіндегі іс-әрекеттер шексіз орындалып кетеді. Яғни тоқтамайды цикл, былайша айтқанда. Цикл тоқтамай, мынау іс-әрекеттер қайталана береді, шексіз қайталана береді. Бізге ондай нәрселер керек емес, жағымсыз қасиеттер. Олардан біз осындай мынау іс-әрекетті жазу арқылы арылатын боламыз. Демек, цикл санағышын біз бірге арттырып отыруымыз керек. Демек, бізде while циклдің денесінде бізде екі іс-әрекет болды. Естеріңізде болса, егер циклдің денесінде екі іс-әрекет болатын болса, біз оларды begin, end, қызметші сөздердің арасына жазуымыз керек. Бұл міндетті түрде, бұны естен шығармаңыздар, бұларды жаттап алыңыздар. Осыны мен if шартты операторынан бері айтып келе жатырмын. Естеріңізде болсын. Енді ең соңында біз экранға нәтижені шығарамыз. Бізде көбейтінді тең болады. Көбейтіндіге бізде көп деген айнымалы жауап береді. Яғни көбейтінді деген сөз қоянды. Сонымен, тағы да біз осы жерде бір айтып кететін нәрсе, ең басында біз цикл санағышын біз бірге меншіктеп аламыз. Яғни цикл санағышының мәні бір болады. Негізінен айнымалылар бірінші автоматты түрде, яғни бірінші жарияланған кезде, айнымалылар бағдарламада жарияланған кезде, оның мәндеріне автоматты түрде 0 меншіктеледі. Яғни i-дің мәні 0, n-ның мәні 0, n-ның мәні 0. Енді осы айтылғанды пайдаланып, біз мынандай бір іс-әрекет жасап көрейік. Біз мына көбейтінді деген айнымалының мәнін де бірге меншіктеп алайық. Себебі біз бағдарламада көбейтінді есептеген кезде, мынау айнымалының мәні 0 болды деген сөз, егер мына жерде екі сан көбейтіледі ғой, екі сан көбейтілген кезде циклдың жұмыс жасау процесі барысында сандар көбейтілген кезде арасында 0 деген сан болса, көбейтіндің ең соңғы нәтижесінің бәрі 0 болып шығады. Бізге ондай нәтиже керек емес. Есебіміз дұрыс шықпайды ондай жағдайда. Мысалы үшін мен қазір соны сіздерге сөздің дәлел ретінде көрсетіп көрейін. Мысалы үшін қараңыздар. Мысалы үшін 4 десем. Бірден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 24. Дұрыс, бұл жерде шықты. Себебі бізде көбейтінді біз 0 емес, 1-ге меншіктеп қойдық. Мысалы үшін, егер мен аттасам мен дәл осыны. Егер аттасайтын болсам, қараңыздар. Яғни енді көбейтінді деген айнымалының мәні өзінің автоматты мәнімен кетті. Яғни 0 болып қалды. Мысалы үшін, 4 берсек, көбейтіндінің мәні 0. Демек, бұл жерде көбейтінді деген айнымалының мәні 0 болғандықтан бүкіл циклдың процесі барысындағы нәтиженің бәрі 0 болып шықты. Бізге ондай нәрсе керек емес, сондықтан да біз көбейту деген айнымалыны біз бастапқы мәнін 1 деп аламыз. 1-ге меншіктеп аламыз. Енді орындап көрейік. Мысалы үшін 3, 1-ден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі 6. Демек, бағдарлама жұмыс жасап отыр. Жұмыс принципі қандай енді? Жұмыс принципі дәл for цикл сияқты жұмыс жасайды бұл жерде де. Ең алғаш цикл санағышы 1 болып кіреді. Ол шарт тексеріледі. Енгізген санмен біздің жағдайда n тең 3. 1 3-тен кішкентай ғой. 1 3-тен кішкентай. Демек, ақиқат болғандықтан мына іс-әрекет орындалады. Міне, көбейтінді деген айнымалының мәні 1, бастапқы мәні 1, ал i-дің мәні 1, екеуі көбейтіліп, қайтадан мына айнымалға жазылады. Демек, мына айнымалының бастапқы мәні 1 болды. Енді жұмыс принципінде түсіндіре салайық, ерінбей. Одан кейін цикл санағышының мәні 1-ге артады. Яғни сондай 2 болды. Демек, енді мына жерге 2 келеді. 2 3-тен кішкентай. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан қайтадан циклға кіреміз. Яғни енді бұл жерде намы 1 менен көбейтіледі. Қанша? 2. Көбейткен кезде бізде 2 шығады. Енді мына айнымалының мәні 2 болды. Енді цикл санағышы артады. Цикл санағышы енді бұл жерде қанша болады? Цикл санағышы 3 болады. 3 3-тен кішкентай емес, бірақ 3 3-ке тең. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан қайтадан циклға кіреміз. Енді мына жердегі 2 деген 2 менен қанша көбейтіледі? 3 көбейтіледі. Демек, көбейтінді деген айнымалының мәні 2 болып тұр мына жерде мынау. Ал енді цикл санағышының мәні 3, 2 көбейтіледі. Нәтижесі айнымалға жазылады. Демек, нәтижесі 6. Енді цикл санағышының мәні 4 болады енді. Енді мына жерге 4 келеді. 4 3-тен кішкентай, 4 3-ке тең. Шарт жалған ғой. Бұл екеуі де емес, жалған болғандықтан циклдың денесі орындалмайды. Циклдан шығу процесі жүреді.
Яғни цикл денесі орындалмайды, енді басқару циклдан кейінгі операторға беріледі. Демек, экранға шығару. Экранға не шығады біздің жауабымыз? Жауабымыз біздің 6. Міне жұмыс принципі осындай while циклінің. Сонымен достар, while циклына тағы да бір мысал келтіріп кетсек, while циклінің бір басқаша қырларынан таныстық. Жалпы while циклін демек, мысал үшін сізде мынандай болатын болсын, мынандай жағдай болатын болсын. Бағдарламада өзіңізге бір керекті нәтиже енгізілмейінше, бағдарламаның жұмысы ары қарай жұмыс жасауына ары қарай рұқсат берілмесін. Мысал үшін, егер сізге қандай да бір нәтиже керек болатын болса, сол нәтижені біз енгізіп алуымыз керек, ал ол нәтиже енгізілмейінше, демек ары қарай бағдарламаның ары қарай жұмыс жасауына рұқсат жоқ. Қарапайым бір мысал, егер мысал үшін біздің бағдарламамызда 7 саны енгізілмейінше, бағдарламаның жұмысы ары қарай жүрмейтін болсын. Демек, біз осыны осы берілген мынау есепті осы while цикл арқылы шешетін боламыз. Яғни есептің шарты бойынша 7 саны енгізілгенше тоқтамайтын циклды ұйымдастыру керек. Демек, біз қашан 7 санын енгіземіз, сол кезде ғана бағдарламамыз ары қарай жылжитын болады. Ал оған дейін бізде 7 санын енгізу жайында бізге нұсқалық шығып тұра береді. Демек, бұлай болады. Бағдарламаның коды келесідей. Бірінші while кілттік сөзі. Айтпақшы, байқағандарыңыздай бізде сан деген айнымалы бар. Оның мәні автоматты түрде 0 болады, мынаның мәні 0. Демек, сан деген айнымалымыз бізге керекті нәтижеге тең болмайынша, яғни тең емес. Мынау Паскаль тілінде тең емес деген жазу былай жазылады. Тең былай, ал тең емес былай. Тең емес қаншаға? 7-ге do begin end. Begin end деп жатқан себебім, енді while циклында қазір бізде денесінде бірнеше әрекет болады. Сол үшін оны begin end деген блоктың арасында жазып жатырмын. Демек, бізде қандай әрекеттер жазылу керек? Бірінші мынандай нұсқаулық шығарайық экранға. Жеті санын енгізіңіз. Солай ғой. 7 санын енгізіңіз. Одан кейін енді енгізуге рұқсат береміз. Сан деген айнымалыға. Демек, біз санды енгіземіз, сол енгізген санымыз мынау 7-ге тең болмаса оны тексереміз. Енді тағы да ең соңында мынандай нұсқалық шығарып қоя салайық қазір. Не болып кетті? Рахмет. Сіз 7 санын енгіздіңіз. 7 санын енгіздіңіз. Енді жұмыс принципімен қазір танысамыз. Бірінші орындап көрейік. 7 санын енгізіңіз. Мен мысал үшін 2 деген санын енгізсем. 7 санын енгізіңіз. Мысал үшін 5 енгізсем. 6. 7 санын енгізіңіз. 7. Рахмет. Сіз 7 санын енгізіңіз. Міне, көріп тұрғандарыңызда жұмыс принципі, жұмыс жасау, бағдарламаның жұмыс жасау негізі осындай болып тұрады. Осындай болып табылады. Ал енді жұмыс принципіне келетін болсақ, жалпы сан деген айнымалының бастапқы мәні 0. 0 болғандықтан 0 бізге 7-ге тең емес. Демек, бізге жалпы бізге 7 деген сан енгізілу керек қой. Біздің мақсатқа сай келмейді. Жалпы 0 7-ге тең емес. Ақиқат болғандықтан, шартымыз ақиқат болғандықтан циклдің денесіне кіреміз. Циклдің денесінде мынандай әрекет шығады. Яғни экранға 7 сан енгізіңіз деген мынау шықты. Енді сан енгіземіз. Мысалы үшін біз басында 2-ні енгіздік. Енді осы 2 мына жерге келеді енді. 2 7-мен тексеріледі. 2 7-ге тең емес қой. Дұрыс, ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан қайттан циклдің денесіне кіреміз. Қайттан мынау әрекет экранға шығады, 7 санын енгізіңіз. Енді біз қайтадан бір сан енгіземіз. Яғни 5-ті. 5 енді мына жерге келеді. 5 7-ге тең емес. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан біз қайттан мынау циклдің денесіне кіреміз де, циклдің денесіне қайттан кіреміз мынау. Демек, бізде мынау экранға шығады, қайттан сан енгіземіз. 6 7-ге тең емес. Қайттан шықты. Ең соңында 7-ні енгіздік. Енді сан деген айнымалының орнына 7 келеді. Демек, 7 7-ге тең емес. 7 7-ге тең емес деген сөз бұл жалған деген сөз. Жалған false. False деген сөз
яғни циклдың денесі бітті деген сөз. Егер мына жердегі шарт жалған болатын болса, онда бізде не болатын еді? Мына циклдың денесі орындалмайтын еді. Сондықтан басқару келесі операторға беріледі. Оператор деген сөз мынау рахмет, сіз 7 санын енгіздіңіз деген жазу экранға шығады. Міне жұмыс принципі осындай while циклінің. Әрине достар, мына жердегі шартымыз біздің жай шарт қой. Мынау біздің жай шарт. Естеріңізде болса, біз сіздермен күрделі шарттарды өткен болатынбыз. Дәл сол күрделі шарттарды мына while циклында да қолдануға болады мына жерде. Жалпы біз енді бағдарламаның құрылымын шамалы өзгертіп көрейік. Енді бізге тек қана 7 санын емес, енді 7 немесе 9 санын енгізетін бағдарлама құрып көрейік. Демек бізде 7-ні енгізу керек, немесе 9-ды енгізу керек. Енді бізде бағдарламаның құрылымы шамалы өзгереді. Мынаны экранға шығарып қояйын. Енді бізде күрделі шартты операторды қолданатын боламыз. Естеріңізде болса күрделі шартты операторлар жайлы. Енді біз end кілттік сөзін қолданамыз. Не үшін деген қазір әрине сіздермен жеке тоқталып өтеміз, түсіндіріп өтеміз. 9-ға. Рахмет, сіз енді мына жерде шамалы өзгертейік. Сіз санын енгіздіңіз. Енді жұмыс принципімен қазір бірінші орындап көрейік, одан кейін сәл шамалы нақты түсіндіретін боламыз. Сонымен кеттік. 1-ді енгіземіз. 7 немесе 9 санын енгіземіз. 3-ті енгіземіз. 9 енгізейік. Рахмет, сіз 9 санын енгіздіңіз. Міне, бағдарламаның жұмыс принципі осындай. Әрине мына жерді ашып қою керек. Қайтадан 2, 4, 9. Рахмет, сіз 9 санын енгіздіңіз. Енді жұмыс принципі қандай? Ең бірінші, бізге сан деген айнымалының бастапқы мәні 0 ғой. Ең басынан бастап түсіндірейікші. Мына бастапқы мәні 0, мынанда бастапқы мәні 0. 0 7-ге тең емес, 0 9-ға тең емес. Яғни true. Және деген логикалық операторда естеріңізде болса, true және true нәтижесі true болатын еді. True болды деген сөз, мына шартымыз демек циклдың денесі орындалады деген сөз. Солай ғой. Демек орындалып тұрды, экранға мынау жазу шықты. Енді біз бір сан енгіземіз. 2 деген санды енгіздік. Енді 2 мына жерге барып тексеріледі. 2 и мына жер 2. Демек 2 7-ге тең емес, 2 9-ға тең емес. True және true. True және true болғандықтан нәтижесі true болады да, циклдың денесіне біз қайтадан кіреміз. Міне осылай процесс жүреді. 4 енгізгенде де дәл сол болады. Енді 9-ды енгізсек не болады? 9-ды енгізсек, мына жерге 9 келеді. Мына жерге 9 келеді. Демек, 9 7-ге тең емес, ақиқат қой, ақиқат. Ал екіншісінде 9 9-ға тең емес. 9 9-ға тең емес деген бұл жалған пікір. 9 9-ға тең ғой. Яғни 9 9-ға тең емес деген сөз бұл жалған пікір. Ақиқат және жалған, яғни true және false. Яғни true және false нәтижесі false болады. False болады деген сөз, мынау циклдың денесі демек аяқталады деген сөз. Циклдың жұмысы аяқталады деген сөз. Міне осылайша біз өзімізге керекті нәтижеге қол жеткіздік. Яғни біз 9 санын енгізіп алдық. Өзімізге керекті 9 санын енгізіп алдық. 7 саны болған кезде дәл сондай болады. Мысалы үшін 3-ті енгізетін болсақ, бәрібір жұмыс жасамайды. 6-ны енгізсек те сол, ал 7-ні енгізетін болсақ, рахмет, сіз 7 санын енгіздіңіз. Демек бізге нәтиже өзімізге керекті нәтижеге қол жеткіздік. Міне жұмыс принципі осындай. Егер мына күрделі шартпен таныс болмасаңыздар, менің күрделі шарт деген бейне сабағым бар, соны көріп шығыңыздар. Сол жерде бәрі айтылған. Жалпы while циклінің осындай қасиеттері бар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта біз сіздермен repeat until шарт циклдық оператор бойынша бейне сабақ өтетін боламыз. Бүгінге осы. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.